Сәлем достар, көпшіліктің сұрауы бойынша бүгін қазан самса жасадым. Кәдімгі тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді болып шығады. Ол үшін ең алдымен қамырына ұн, жұмыртқа, су, сұйық май, тұзды салып жақсылап илеп жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан кейін қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Жайып алған қамырымызға маргаринімізді жақсылап жағып алып, тығыздап орап, холодильникке 1 сағатқа, болмаса морозильникке жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Сонымен қамырымыз дайын. Салмасына пияз, туралған ет, құйрық май, тұз, қара бұрыш, зыра, кішкене су құйып жақсылап араластырып алдым. Жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сарысына кішкене сүт қосып араластырып алдым. Қатты отта қазанда 20 минут бойы қыздыратын боламыз. Ол міндетті. Қамырларымыздың ортасы қалыңдау, жан-жағы жұқалау болу керек. Соған кішкене мән беріңіздер. 2 ас қасық толтырып салма салып, осылай капля самсаға түйіп шықтым. Дайын болған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіртпен сәндедім. Алдын ала қызып тұрған қазанға жұмыртқаның ағына батыра отырып, самсамызды осылай қазанға жабыстырып шығатын боламыз. Қатты отта 50 минут бойы пісіреміз. Әр 10 минут сайын осылай ауасын шығарып отырасыздар. Ол міндетті. Сонымен өте дәмді қазан самсамыз дайын болды. Кәдімгі тандыр самсадан ешқандай айырмашылығы жоқ, өте дәмді болып шықты. Рецепт ұнаватса лүпіл басып, парақшама тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.